Қазақ халқы күні қасиетті құс санайды. Бесікке, шымылдыққа, бас киімге, түскиізге, қамшыға және қыз балаларға үкі қадайды. Ал сіз қазақ медицинасында үкінің дәрілік ем ретінде қолданғанын білесіз бе? Үкі құсы әдетте жартас үңгірлерінде, қалың ормандарда мекендейді. Күндіз ұясына немесе қалық бұтақ жапырақтарының арасына жасырынады, түнде шығып әрекеттенеді де насекомдарды, ұсақ жәндіктерді ұстап жейді. Көбінесе орман араларында, өзен бойында жасайды. Үкінің етінің қасиеті, қышқылдау тұз дәмді, азырақ уы бар, желді айдап уытты қайтарады. Басты ем болатын аурулары және істетілуі төмендегідей болады. Көз қарауытып бас айналуға үкінің жүнін тазалап жұлып, ішек қарынын алып тастап, етін асып, піскеннен кейін етін жеп сорпасын ішеді. Талма ауруына үкінің бүтін денесін тұз салынған сары топыраққа лаймен қалыңдау етіп сылап, тереңірек жер ошақ қазып, жер ошақтың ішіне дайындалған үкіні асып қойып, ағаш отының түтінімен 100 күн ұстайды. Уақыт болғанда алып талқандап күніне 2 рет, әр ретте 9 грамнан ішеді. Тышқанқорық ауруына, яғни лимфа туберкулезіне үкінің етін қақтап пісіріп, бірнеше рет жейді. Ақылықтауға үкінің қызыл шақа балапанынан 2-ін сары балшыққа орап, қоламтаға көміп, әбден кеудірлік болған кезде талқандап, күніне 2 рет, әр ретте 6 грамнан жылы арақпен ішеді. Істетілу мөлшері өртелген күлі 6-9 грамм шамасында болады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, Республикалық қазақ медициналық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, философия ғылымдарының фейжі докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы, Қазақстан-Ресей медициналық университетінің неврология кафедрасының аға оқытушысы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қазақ медицинасына тән пайдалы кеңестер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды кеңестер тыңдай алатын боласыздар.